Екінші бұл хадистен шығатын тыйым салынған нәрсе бауырлар, ол мына хадис келген сөз, және жергілікті адам сырттан келген адамға сатып бермесін дейді. Мағынасы қандай бауырлар? Банағы бірінші сүннет ол сырттан келген кісіні күтіп алуға болмайды, дұрыс па? Ал мына жерде сондай сурет, бірақ затты ол сатып алмайды сырттан келетін кісіні, керісінше оған сатып береді. Яғни мысалы үшін сырттан бір кісі келеді қаланың ішіне бір нәрсе сатуға. Ол банағыдай қаланың сыртындағы ауылдың адамы болуы мүмкін, қырдың адамы болуы мүмкін, әлде басқа қаланың адамы болуы мүмкін. Сол кезде посредниктер болады, делдалдар болады, дәнекерлер соны заттарын сатып береді. Келеді алдын күтіп алады да, қара дейді, братан, сен қазір сататын болсаң дейді, базардың ішінен ұтылып қаласың дейді. Маған бер, мен саған сатып берем дейді. Ішінен осындай бір пайдамды көрем дейді. Сен өзің терлемейсің, бар ана жерге шайыңды, кофеңді іше бер. Мен саған қазір заттардың бәрін жақсы, күшті, керемет, жоғары бағаға сатып берем дейді. Сол нәрсе болмайды шариғатта. Болмайды. Неге бауырлар болмайды? Біріншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам одан тыйып тұр. Екіншіден, ол адамдардың ризықтарын қиғанмен бірдей. Өйткені басқа хадистерде, Жәбірден келетін хадисте, Муслимде ля яби хадирун либад дейді. Іштегі адам, жергілікті адам сырттағы адамға затын сатып бермес дейді. Дa'у нас ярзуқуллаху бa'духум мин бa'д. Қоя берсін дейді. Қоя беріңдер адамдар дейді. Аллах Тағала бір-бірін сол адам арқылы ризықтандырсын дейді. Яғни жергілікті адам ол бағаны жақсы біледі, дұрыс па? Сырттан келген адам, ауылдан келген болсын, басқа қаладан келген болсын, базарға келетін болса, ол тезірек сатып жіберейінші, тезірек үйіме қайтайыншы деген ниетпен тұрады, дұрыс па? Сосын бір кісілер келіп түсіртеді ғой, түсіршейші бағаны бүйтшейші дегенде, ол тезірек кетуді ойлап тұрады. Өте апарзанға өзі ұтылып қалатындай бағаға бермейді. Бергенде бір сондай бағаға дейін түсіреді, өзі ұтылмайтындай. Барынша арзанға ол бере береді. Бірақ жергілікті адам оның затын сатып беретін болса, жергілікті адам ол қасқыр болады, дұрыс па? Ішкі базардың бағасын бәрін жақсы біледі ол кісі. Алданбайды ондай нәрсеге. Кісі түсір дегенде ол біледі қазір. Таңертең өтпесе, ол обедтен кейін ол өтеді иншалла деген сондай ниетпен тұрады да, қымбатқа сатады ғой. Өзінің пайдасын көру деген бар, соны ойлап тұрады бір жағынан. Сол себептен ол яғни бағаны түсірмейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып тұр, қоя бер дейді адамдарды. Аллах Тағала бір-бірін сөйтіп ризықтандырсын дейді. Яғни сырттағы адам келіп, бағандай базарда тұрып, шаршап, қиналып, сосын тез кетуін ойлап, арзанға беріп, әйтеуір бүйтіп кетсін дейді. Кісілер ризықтанып қалсын дейді, соны заттарын алып қалсын әйтеуір дейді. Ол да ұтылмайды, ол да разы болып кетеді, альхамдулилля, бәрін өткізіп жібердім деген әйтеуір арзан болса да, кісілерді де бір сондай жақсы арзанға алып қалады дейді. Сол себептен біреу олардың заттарын сатып бермесін дейді. Тіпті таныс болса да, басқа хадисте келгенде, кімнен, Муслимнен, Анас ибн Маликтен келетін, ля яби хадирун либад, жергілікті адам сырттан келген адамға затын сатып бермесін дейді. Уа ин кан ахаху ау абаху, тіпті ол сырттан келген адам, оның ағасы болсын, әлде әкесі болсын, кім болса да сатып бермесін дейді. Келіп өзі сатсын дейді. Жалпылама суреті осындай, жалпы осы ненің хадистің мағынасы осындай. Енді болмайтынның өзінің шарттары бар. Болмайтынның өзінің шарттары бар. Егер де сол шарттар бұзылатын болса, онда ол рұқсат етілген нәрсе болып қалады. Қараңдар. Бірінші шарт бауырлар, жергілікті адам сырттағы адамды іздеп өзі мақсат қылатын болса. Сырттағы адам ол сатып беретін кісіні іздеп отырған жоқ. Өзі келе жатыр, негізі өзі сатам деп келе жатыр. Бірақ іштегі адам, жергілікті адам алдарынан шығып, давай мен саған сатып берейін дейтін болса, міне сол болмайды. Керісінше болатын болса, сырттағы адам өзі келіп адам іздейтін болса, сатып беретін, ол кезде проблема жоқ болатын нәрсе дейді. Яғни сырттағы адам малмен алысады, қалаға келеді да, ол бір жұмыс үшін жалдайды, сен базарды жақсы білесің ғой дейді. Сол мына қойларымды, малдарымды сатып берші дейді, мен осыны бутикқа бәрін кіргізем, сол малдарымды сатып берші деп өзі адам іздейтін болса, онда ол рұқсат етіліп кетеді, болатын нәрсе. Болмайтын кез барлық қай кез? Жергілікті адам сырттағы адамнан барып өзі іздейтін болса, кел мен саған сатып берейін, давай мен саған сатып берейін деп ұсынатын болса, сондықтан бұл хадисте кімді тыйым салып жатыр? Жергілікті адамды делдал болма деп тыйым салып жатыр. Посредник болма, сондай біреудің затын сатып берме, өзі келіп сатсын, әлде өзі сенен келіп талап етсін деген сияқты. Бұл бірінші шарты. Екіншісі бауырлар, адамдар сол затқа мұқтаж болатын болса, адамдар сол зат керек болатын болса, бірақ ол затқа әкелген затына адамдар мұқтаж болмайтын болса,
яғни базарда толып тұр ол нәрсе. Анау базардан қой алып келді, қаланың ішіне толып тұр ол базарда қой. Бірнеше ана жерде загондар бар, ішіне қойлар сатып отырған. Бұл сенің қойың адамдар қатты алып бара жатқандай мұқтаж емес. Әлде бидай алып келді, бидай толып тұр, ұн алып келді, ұн толып тұр, киім алып келді, ондай киімдер толып тұр. Мұқтаж емес болатын болса, ол кезде болады дейді. Және үшінші шарт бауырлар, егер де сырттан келген адам бағаны мүлдем білмейтін болса дейді. Бірақ бағаның бәрін біледі. Біздің заманымызда секілді көбінесе сырттағы келген кісі ол базардың ішінде не болып не отырған бәрін жақсы біледі ол. Бірінші келіп тұрған жағдай емес. Ол тіпті бірінші болып келген жағдайында достарынан бәрін біліп алады. Ана базарда осындай бағалар, осындай мына заттарды осындай қылып сата аласың деген сияқты бәрін прекрасно біліп тұрады. Ондай болатын болса рұқсат етіледі дейді. Бірақ сол баяғы заманда сол қатты танымалы сондай сурет болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам одан тыйды. Не үшін? Келіп кісілерде де пайда көріп қалсын дейді. Өйткені баяғы заманда базарлар біздің замандағы базардай полный толып тұрған, яғни 10 шақты қан көрендің бар деген нәрсе емес. Біреу бір нәрсе келеді, болды, тек сода, басқа жерде жоқ, мысалы үшін. Біреу нан келеді, тек одан нан бар, басқа ешкімде жоқ деген сияқты ғой, яғни. Сол нәрсе болмайды дейді. Харам болады, яғни. Саудасы дұрыс болады, сөйтіп сатып беретін болса, оның саудасы дұрыс болады, бірақ күнәға батқан болады, банағы сатып берген, делдал болған, посредник болған кісі. Енді мынандай нәрсе болуы мүмкін. Сырттан келген кісі таныс досы, бағаны білмейді. Өзі келіп сұрап тұрған жоқ. Бірақ жаның ашып тұр ол бауырға. Мысалы үшін сырттан ауылдан келіп қалаға бір кісі зат сатайын деп жатыр. Оған сенің жаның ашып тұр. Бағаны білмейді. Сол кезде оған айтуға болады. Сатып беруге емес, айтуға болады. Барып, жалпы мына нәрселеріңді осындай баға, базарда осындай баға сатсаң, иншалла сенен өтеді деген сияқты сондай қылып насихат қылса болады дейді. Бірақ сатып беруге болмайды. Өйткені іштегі адам, жергілікті адам ол бағандай түсірмейді ғой. Барынша қымбатқа сату нетеді. Тіпті сатпай қалса да кері затты өзіне беріп жүрсе де ол қылмайды еш нәрседен, дұрыс па? Және іштегі адамдар не көреді, мұқтаж болып тұрып, сол затқа қиыншылық көреді. Соны нәрсені алғысы келеді, ал жергілікті адам оларға түсірмейді, қымбатқа сатады. Сол себеппен бұл болмайды дейді. Не болса да шариғатта ол тыйым салынған нәрсе, болмайтын нәрсе. Хадистерді кері оқып жіберейін. Таус рахимахулла ибн Аббастың радиаллаху анху былай деп айтқан риуаят етеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтады, сырттан келгендерді алдынан шығып күтіп алмаңдар, яғни заттарын сатып алмаңдар олардан. Және жергілікті адам сырттан келген адамға сатып бермесін, яғни заттарын сатып бермесін деді. Сол кезде Таус айтады, міне Таусты сол үшін келтірді ғой бана хадистің алдында, 27-ші хадистің алдында. Әйтпесе хадис Ибн Аббастың хадис деп келтіре салуға болады ғой. Таусты сол үшін келтірді. Таус Ибн Аббастан былай еткен риуаят етеді. Міне Таус былай айтады. Таус айтады, Ибн Аббастан жергілікті адам сырттан келген адамға сатып бермесін деген сөздің мағынасы қалай деп сұрап едім дейді. Ол дейді, яғни Ибн Аббас, оған делдал болмау деді, яғни оған посредник болмау деді. Сатып бермесін деген мағынасы, яғни оған посредник болып сатып бермесін деген мағынасы ғой деп жауап берген Абдулла ибн Аббас. Кімге? Таус ибн Кайсанға. Хадисті Бухари мен Муслим жеткізген. 28-ші хадис Абу Хурайрадан радиаллаху анху, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, тауарды күтіп алмаңдар дейді. Кім оны күтіп алып дейді, одан сатып алса, тауар иесі базарға келгенде ода таңдау болады дейді. Базарға келеді ғой, алдам қалып, кері затын алып кетуге ода таңдау болады дейді. Иншалла таңдау бабы келеді алда уақытта 43-ші хадистен кейін. Бұл баптың ішіне 43 хадис, сосын осы 43 хадисқа 29 хадис келді қой. 14 хадистен кейін иншалла таңдау деген бап келеді. Өте маңызды бап, осы сауданың ішіндегі өте маңызды. Мұсылмандар көп осы проблемаға түседі. Затты сатып бердім, енді кері алғым келіп тұр дейді. Анау маған бүйтіп айтты, алдап сөйтіп айтып жүрді, енді мен затты кері алғым келіп тұр. Әлде мен арзанға берген затымды кері алып тұр. Арзанға мен беріп қойыппын, негізінде ол бағаға бермейтін едім, кері затты алғым келіп тұр дейтін болса, сол адамда таңдау бола ма деген, сол таңдаудың өзінің түрлері бар. Иншалла сол келесі бапта осыдан кейін бапта талқылаймыз.